Қайырлы күн. Мен Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің студенті Камалова Гүлдана. My future profession is an English teacher, and now I want to talk about my profession. Мамандық таңдау тағдырыңды таңдау деген сөз. Болашақта өкінбейтіндей, өз бейімділігің мен қабілетіңе сай кәсіп түрін таңдау келешекке айқара жол ашпақ. Сол себепті мектеп жасында сүйіп оқитын пәнім ағылшын тілі болғандықтан, мектепті тәмамдағаннан кейін Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжіне шетел тілі пәні мұғалімі мамандығы бойынша оқуға түстім. Мұғалімдік мамандықты таңдауыма тек ағылшын тіліне деген қызығушылығым ғана емес, балаларға деген сүйіспеншілігім үлкен септігін тигізді. Бұл мамандықтың жан-жақтылығы көп мүмкіндік беретіндігі сөзсіз анық. Себебі ағылшын тілін меңгеру арқылы тек мұғалім ғана емес, заман талап ететін мамандықтар бойынша жұмыс істеуге болады. Мәселен, қазіргі уақытта сұранысқа ие аудармашы мамандығының іскерлік әлемде маңызы зор. Interpreter job is a very interesting and high-paid job that's very promising. Interpreters are often sent abroad on business trips where they can talk to native speakers and learn about other cultures. But it's never boring even when they escort the delegates from other countries here in Kazakhstan during different events. Mangistau region is an industrial region. About 25% of all Kazakhstan oil is extracted there. That's why interpreters are in high demand here because a lot of companies have contracts with foreign partners. Accordingly, after you get a degree, you can work in pretty much any industry. Аударма қызметі аса қиын, жауапты қызмет. Ол аудармашыдан ең алдымен шынайы болуды, ғылыми ұстанымдарға бойсынуды талап етеді. Сондықтан бос уақытында аударма теориясы мен тәжірибесі туралы түрлі бейнероликтерді қарап, аударма ісін терең түсініп, тәжірибеде шеберлік шақтарын арттыруға жұмыстанып жүрмін. Осы үйренгендермен тоқтап қалмай, өзімнің кәсіби қабілеттерімді әрі қарай шыңдау үшін World Skills 2020 чемпионатына қатысып жатырмын. I wish my competitors well and myself better. Thank you all. Goodbye.